Бастай беріңіз. Саламатсыздар ма, әріптестер? Қайырлы күн. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы жұмыс жасауға жақсы көңіл күй береді. Қазір сіздерге мен мынандай өтініш айтқым келіп тұр. Әрқайсыңыз өздеріңіздің ойларыңыздағы ерекше қасиеттерді айтып, өздеріңіздің қасиеттеріңізді айту арқылы өздеріңізді отырған басқа қатысушыларға таныстырасыздар. Басын өзім бастайын. Мен кереметпін. Мен аралмын. Мен өмірді сүйемін, өмірмен аялаймын. Өте жақсы. Мен өмірге жалғыз ғана келген адаммын. Мен сияқты ешкім туылмады. Мен мейірімді, жылы жүректі адаммын. Көрініп тұр. Ал, залында. Мен мейірімді ұстазбын, оқушыларға адаммын. Өте жақсы. Мен дарамын. Мен тамаша жанмын, біз жайнап жүремін. Жақсы, Аржан. Мен сабырлым, салмақты. Өте жақсы. Мен қасымдағы адамдардан шашып жүргім келеді. Ал енді құрметті қатысушылар, әріптестер, осы айтылған қасиеттердің ішінде сіздер ерекше үш қасиетті, яғни үш сөзді айтуларыңыз керек. Бір-ақ сөзбен. Жаңа сіздер сөз тіркесін айттыңыздар ғой. Енді бір-ақ сөзбен айтуларыңыз керек. Өз атымыздың атымен сәйкестендіріледі. Жоқ, әркіммен емес. Жаңағы қасиеттердің ішіндегі бір сөз айтылды. Мейірімді бар. Жарайды. Тамаша. Жарайды, өзім аңғарып Егер бұға тамаша. шашамын. Тамаша. Керемет. Ажан. Осы сөз алайық. Енді сіздер жаңағыдай отырып қойған кездер осы сөзді айту арқылы біз топқа бөлінеміз. Жаңа үш сөзді бір-екі үш деп саналамыз ғой. Сол сияқты айту керек жаңа сөзді. Ажан. Керемет. Тамаша. Енді сол қай сөзді айттыңыздар, сол бойынша бірінші, екінші, үшінші топ болып отырыңыздар. Сіздер мажақ болып боласыздар. Кішкене топтық жұмысты, топқа бөлінетін кішкене тапсырмалар бар. Сіздер керемет. Машина қойсам, арасына. Ал енді сіздер осы тренинг арқылы біздің сабағымыздың тақырыбы ашылды деп есептейік. Енді осы сабақ зерттеудегі қолданылатын тиімді тәсілдер тақырыбында негіз болатын бейнебаянды тамашаласақ. Қызы келіп, әке, менің шаршадым, менің өмірім сондай қиын, әрқашан ақылым қиыншылықтар мен кедергіден шығарып тұрады. Ағысқа қарсы жүзіп келем, күшімде қалмады деп.
сондай қиын, әрқашан алдымнан қиыншылықтар мен кедергілер шығады да тұрады. Ағысқа қарсы жүзіп келем, күшімде қалмады деп мұңын шағады. Әкесі тіл қатпастан 3 түрлі ыдысқа су құйып отқа қояды. Бірінші ыдысқа сәбіз, екіншісіне жұмыртқа, ал үшіншісіне кофе салады. Біраз уақыттан соң судан сәбіз бен жұмыртқаны алып, кофені шынаяққа құяды да қызынан не өзгерді деп сұрайды. Жұмыртқа мен сәбіз қайнады, ал кофе еріп кетті дейді қыз. Жоқ қызым, бұл жай сыртқы көрініс қана. Ана, сәбіз ыстық суда жұмсақ, елегіш болып шыға келді. Нәзік, сұйық жұмыртқа керісінше қатты болды. Сырттай қарағанда олар өзгермеген тәрізді. Алайда ыстық судың әсерінен олар ішкі құрылысын да өзгертті. Адамдар да солай. Мықты адам қобарылып, әлсізге айналуы мүмкін, ал нәзіктер қатайып беки түседі. Ал кофе ше, бұл өте қызық. Кофе жаңа жағдайға бейімделіп, яғни ыстық суда толықтай еріп, қайнаған суды хош иісті сусынға айналдырады. Кейбір ерекше адамдар бар. Қиын жағдайды оңай әрі жеңіл өткереді де, болған нәрседен пайда мен сабақ алады. Сондықтан қызым, еш уақытта Алланың берген өмірінен алушы болма. Өмірге сынақ үшін келген құлмыз. Жаратушы берген сый, өміріңді тура жолдан таймай, ізгілікке жұмсасаң, жеңіс сенікі болады дейді. Ал енді құрметті қатысушылар, осы көрген сәбіз, жұмыртқа, кофе мысалы күйде жазбайтын өздеріңіздің ойларыңызды қысқа айтып өтсеңіз, бір ауыз сөзбен. Араларыңыздан өздеріңіз топтан бір адамды сайлап, ақылдасып, бір ауыз сөзбен айтыңыздар. Зерттеуді осыңыздар өздеріңіздің алдыңызда отырған оқушыларға байланыстырыңыздар, сондай бір ауыз сөзбен ойларыңызды дайынсыз ба? Ал Талшақ тобынан кім сөйлейді? Гүлжапар айтыңызшы. Енді бұл жерде бейнебаяннан менің түсінгенім бойынша, жалпы енді біз мектеп табалдырығында жұмыс жасап жатқандықтан мен өзім оқушыларменен байланыстырып отырмын. Себебі үлгерімі төмен оқушыны алатын болсақ, осы үлгерімі төмен оқушылардың білім сапасын арттыруда мұғалімдер мейірімділік көрсетсе, яғни сол балаға бар жанын салатын болса, баланы да өзгертуге болады деп ойладым. Біздің бұл оқиғадан білгеніміз, адам кез келген жағдайда, ол қиын жағдай болсын, оңай жағдай болсын, бәрі тік тұрып қабылдай беру керек. Төзімділік керек, сұрақтардың бойына, жаңағы балалар оған соса әртүрлі ғой, 10 түрлі баламен жұмыс жасағасын, соған дайын болу керек. Енді бұл көрсетілген жаңағы бейнебаянда біз тікелей мұғалім болғаннан кейін оқушымен арадағы қарым-қатынас туралы өзімізге жаңағы түйін алдық деп ойлаймын. Яғни кез келген оқушыны әр нәрсеге бейімдей білсек, ол оқушы иілгіш те болады, төзімді де болады. Яғни бұл тек қана мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Жақсы, қанағаттанамыз әр топтың жауаптарына. Енді сіздерге мен бір нәрсе айтып өтейін. Жаңағыдай сәбізді алып, мүмкін кофені, болмаса жұмыртқаны оқушылармен айтып өткендеріңізде де болады дейді. Мысалы, қай оқушыны, мысалы оқушылардың арасын жаңа Назарбаев айтпақшы, оны сосақ бір емес қой. Солардың ішінде сәбіз сияқты оқушылар бар деген сияқты, жұмыртқа сияқты, кофе сияқты.
ол Иә, болмысы бар, оның жаратылысы бар. иіміне Мысалға, балалар болады, мысалға мынау телефонды басқалардан мықты біледі да, бірақ пәнге қызығушылығы жоқ сияқты. Солармен жаңағы үш затты сәйкестендіруге болатын сияқты. Рахмет сіздерге. Менің тақырыбым сабақ зерттеудегі қолданатын тиімді тәсілдер болатын. Енді мақсатын айтып өтейін, таныстырайын. Мұғалімдер сабақты зерттеудегі қолданатын тиімді тәсілдермен танысасыздар. Оқушыларды оқытуға көңіл аудара отырып, оқытуды жетілдіру және оның сапасын арттыру туралы ретінде мұғалімдерге сабақты зерттеу әдісін ұсынуды осылай тәжірибені жетілдіруде сабақты зерттеу барысында тиімді тәсілдермен қалай жұмыс жасау керектігін түсінеді. Бүгінгі шеберлік сабақтан күтілетін нәтиже мұғалімдер бірлесіп оқуды пайдалана отырып, мектепте сабақты зерттеу тәсілін іске асыру үшін іс-шаралар жоспарын жасайды. Мектептегі сабақты зерттеудің табыс критерийлерін белгілеуді үйренеді. Үшінші, мұғалімдер сабақты зерттеу үдерісін оқытуды жетілдіру және оның сапасын арттыру туралы ретінде мектепте бейсін стадиді пайдалану үшін әріптестермен қалай ынтымақтастық орнатуға болатынын, бейсін стадия циклінде сабақтың оқытушылар қажеттілігіне сәйкес келу мақсатында мұғалімдер жаңа әдіс тәсілдерін жетілдіруге немесе оның сапасын арттыруға мүмкіндік алады. Барлығымызда жаңағы сабағымызда жаңа әдіс тәсілдерді қолданамыз. Құрметті әріптестер, одан біз нәтижесінде мұғалім, яғни біздер бағыт береміз, ресурстарды қолданамыз, оқушыларды жаңа жағынан көреміз, өз біліктілігімізді арттырамыз. Оқушымыз сабаққа қызығушылығы артады, өзін-өзі бағалайды, топта және жұпта жұмыс жасайды. Қорытынды жаңа әдіс тәсілдерді қолдану сабақтың сапасын арттырады. Бүгінгі шеберлік сабақтағы түйінді идеялар педагогикалық тәжірибені дамыту мақсатында мұғалімдер бірлесіп жұмыс істеу керек. Сабақты бірлесіп жоспарлау, сабақтарға өзара қатысу мен талқылау оқытуды жақсартуға көмектеседі. Енді сабақ зерттеуді жоспарлау бесінші стадияда бір мұғалім белгіленген сабаққа дейін шамамен бір айда ерікті түрде зерттеу сабаққа жоспарын жазу үшін жауапкершілікті өзіне алады. Содан кейін ол сабақ жоспарын кездесуге ұсынады. Онда бір сынып немесе бір пән саласы мұғалімдер жиналады. Яғни мүмкін бастауыштар, мүмкін жаңағы қазақ тілі пән мұғалімдері талқылау барысында олар сабақты оқытудың басында белгіленген стадия тақырыбына сай жақсартуға тырысады. Енді бұл сабақты зерттеуде бесінші стадия сабақты дайындау және талқылау үшін бір айдан уақыт қажет болуы мүмкін. Бірақ біз сабақ жоспарымызда яғни сіздер көбінесе мұғалімдердің көптеген әрекеттерін, бірақ аз ғана оқушылардың күтетін жауаптары туралы сипаттау маңызды болып табылады. Мысалы, жаңағы жоғарыда оқып бергеніме мысалы ретінде, мысалы мұғалім оқушылардан 37-28-ге қалай қосамыз деп сұраған уақытта кейбір оқушылар 30 қосу 20 теңге, одан бірліктерді қосып, ондық пен бірліктерді қосып есептесе басқа